Ассалаумағалейкум бауырлар. Осы сіздің бауырыңызды әбден тазалап қана қоймай емдеп шығарады. Өз басым бауырым қатты ісіп кеткен кезде дәрі көп ішемін. Осы ғана мен жазған. Басқа қандай нәрселер пайдалансам да көмектеспеген. Бұны овес шелухи деп айтады. Мына қабығымен сұлы ғой. Сұлы деген жемнің бір түрі. Бұны деген жақсылап мына бүгін сатып алып келдім. Міне осындай үлкен-үлкендері, ірі-ірі болғандары жақсы. Осы былтырғы уражай таза жатып қалған емес. Осыны жақсылап тұрып бірнеше рет жуып тазалап, сосын деген ары қарай көрсетемін, қалай істеу керек екен. Осылай тазалап алып, сосын жақсылап жуамын. Ішінде тас, анау-мынау артық нәрселер болса, осылай алып тастайсыз. Сөнегөн барып жуғаныңыз жақсы. Міне осылай жақсылап жуып, тазалап, бірнеше рет жуғаннан кейін осындай бір чашкені алып, мұнда 2 литр су қайнап жатыр. Қазір қайнасын. Міне 2 литр су қайнап жатыр. Осыған осы бір чашкені, үлкенірек чашке мынау 150 грамм болу керек где-то. Вот осында саласыз да 15-20 минут. 20 минут бұз қайнасын. Осы қайнап болғаннан кейін ақырын прям осы ыдысының ішінде-ақ сүзіп алып ішіп отырасыз. 20 минут уақыт өтті. Болды, жетеді. Ал енді өшіріп қояйық. Вот, осылай прям осылай сүзесіз да толтырып іше бересіз. Осылай ыстықтай чайды қалай ішіп жүрсіз, солай іше беріңіз. Анау интернетте жүру, күніне 1 стақан ішу керек, анау-мынау деген. Оның бәрі кімге қалай, бірақ мен анау ауырған кезде, енді күні-түні ұйықтамай, бауырым ісіп кетті. Содан жаңағы интернеттен тоже іздеп жүріп, мынау атамыз жаңағы медицинаның атасы Гиппократ айтқандай, мына овесті қанша жейсің, қалай жейсің, қанша мөлшерде жейсің, аты барын қанша ішесің, қанша шелясың, ол небір ақылды адамдардың сөзін тыңдаудың қажеті жоқ. Қанша батады, сондай іше берді. Мен де солай істеп, күнде іше бердім чай сияқты. Осылай бір ішкенде отырғанда осындай 1, 2, 3 кесесін бір-ақ ішіп сөйтіп